Дені саудың жаны сау деген сөзді халық қалтайтпаған. Өзіңізді күтіп, өзгеге қарап жүрсеңіз, дерт деңдемейді. Әрбір ұсақ түйек дүниенің өзі денсаулығыңызға әсер етеді. Тіпті тырнақтың өзі осыған себепкер. Иә, тырнақ ұшының сынуына көп жағдайда өзіміз кінәлі болып жатамыз. Ыдыс-шу, маникюр жасау, тазалау, лак жағу тәрізді өзге де физикалық әрекеттерді дұрыс жасамаудан болады. Дегенмен де тырнақтың сынуы қалқанша безінің қабынуынан, витаминдердің жетіспеушілігінен болады. Тырнақты күтімі жайлы Шырайлым Айдарынан білетін боламыз. Назар салыңыздар. Әр адам салауатты өмір сүру үшін гигиена сақтау керек. Солардың бірі қол тырнақ күтімі немесе маникюр жасау. Яғни бұл қол тырнақтарын таза ұстау деген сөз. Маникюрді 7-10 күн сайын әйел адамда, ер адамда жасап тұру керек. Маникюрдің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі классикалық. Бұл үй жағдайында қолды жылы суға салып, жан-жақтағы еттерді алып тастау. Екіншісі аппаратпен тазалау. Мұны тек салондарда жасауға мүмкіндік бар. Бірінші жаңағы қолды дезинфекциялаймыз. Инструменттеріміз біздің алдын ала стерилизацияда тұрады. Негізі салондарда, үй жағдайларында істейді маникюр. Яғни біздің инструменттеріміз салондарда барбицид деген сұйықтықта бірінші 10-15 минут тұрады. Одан алып шығып біз таза суға жақсылап жуып тазалаймыз. Мамандардың сөзінше көпшілігі маникюр жасатқан соң міндетті түрде тырнаққа гель лак жағуды жөн көреді екен. Мұндай жағдайда қолданатын лактар мен базаға аллергиясы бар жоғы сұралады. Содан кейін ғана тырнақты сәндеу басталады. Ал сынғыш және жұқа тырнақтарға маникюр жасатқан соң акрил мен гельді қолданбаған жөн. Өйткені одан тырнақ одан әрі бөлінеді. Сынғыш жұқа тырнақтарға өсіруге болады. Акрилді де гельді де өсіруге болады. Егер де келген клиент өсіріп бер десе, бірақ біз ол адамға түсіндіріп айтамыз. Сіздің тырнағыңыз жұқа, жаңағы сізге зияны болуы мүмкін. Сондай-ақ гель-лак жағуды қаласаңыз, маникюр жасатқан кезде маманмен кеңесіп, тырнақтың формасында ретке келтіріп алу керек. Өйткені сіз ұнатқан тырнақ үлгісі жараспай қалуы мүмкін. Маржан Нүсіпбек, Қобылан Өтегенов, арнайы Қайырлы таң үшін.